Ассалаумағалейкум, Қылышбек мырза. Қалайсыздар? Амансыңдар ма? Жақсы, шүкір. Қылышбек аға, жалпы сіз өміріңізді қалай жоспарлайсыз? Енді жоспарлағанда оның бәрін Айсара жоспарлайды ғой. Қалжың. Өмірдегі есім Рүстем болады. Өзіңмен танысқаныма қуаныштымын. Парақшаңызды көре келе көптеген қызықты мәтіндерді оқыдым. Өзіңіз туралы айтып жүрген нәрселеріңіздің бәрі дұрыс деп ойлаймын. Рахмет осылай аяқ асты сұхбат алып отқандарыңызға. Рүстем мырза, енді сіз кино әлемінде жүргендіктен сізге бір энергия қажетті. Өйткені актердің жұмысы өте қиын. Сол энергияны сіз қайдан аласыз? Энергияны енді шыны керек ең бастысы дұрыс ұйқы. Сол нәрсе деп ойлаймын. Ал сонан соң дұрыс жоспарлай білу, күшіңді тиянақты құрту дейді ғой. Мысалы, ат жөн жоқ жүре бермей, кішкене өз-өзіңді күтіп, жүгіретін кезде жүгіріп, спортпен айналысып, демалатын кезде демалып, түсте мен тырысам күніне бір мезгіл ұйықтап алуға. Сол ұйқы көбінесе актерлардың бір қолжетімсіз болып кететін бір күндері сол деп ойлаймын. Болады сондай кездер. Тамаша. Өз ойым, мысалы, әрбір өзін сыйлай алатын адам ол спортты сүю керек. Мысалы, біз өнерде жүргеннен кейін біз бәрібір спортсменбіз деп айтсам болады. Өйткені біз таңғы 4 болсын, таңғы 3 болсын жұмыс басталып кетеді. Содан кешкі сағат, өзіңіз ойлаңызшы, сағат 10, 11, 12-ге дейін созылады кей кезде жұмыс. Оның бәрі әрине күштің арқасы. Күш болмаса өте қиын. Кейбір актерлар кәдімгідей жұмыс барысын көтере алмай ауырып қалып та жатады. Сол нәрсеге біз өзіміз барынша көңіл бөлеміз. Спортпен де айналысып үлгереміз, өнермен де айналысып үлгереміз. Рүстем мырза, сұхбатыңызға рахмет, сізге сәттілік. Рахмет. Карьера рост тілеймін. Рахмет. Амин.